Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ойшыл, суреткер, ақын. Сабақтың мақсаты тақырып бойынша бірнеше мәтінде көтерілген мәселелерді салыстыра отырып баға беру. Екінші тапсырма. Суретті пайдаланып, Абай Құнанбайұлы ойшыл ақын деген тақырыпқа диалог құр. Үшінші тапсырма. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді оқы, тақырып қой, мазмұнын баянда. Абайға дейінгі қазақ поэзиясы ауыз әдебиеті дәстүрлері негізінде жеке ақындар шығармашылығы арқылы дамыды. Абаймен бірге қазақ өміріне, өнеріне, мәдениетіне жаңа бағыт келді. Абай өзіне дейінгі ақын жыраулардың шығармаларын жетік меңгерді. Сонымен бірге ол орыс әдебиетімен танысты. Әсіресе Пушкин, Лермонтов поэзиясын терең білді. Абай орыс әдебиеті мен қазақ әдебиетінің арасында дәнекер болды. Абай семейдегі медреседе оқыған кезінде араб, парсы, шағатай тілдерін меңгеріп, сауатын ашты. Өзінің ерекше қабілеті мен зейіні, зор ықыласпен үйренуінің арқасында Абай орыс тілінде меңгеріп алды. Дана Абай әдебиетті көркемдік жаңа биікке көтерді. Ол Пушкин, Лермонтов, Крыловтың шығармаларын қазақ тіліне аударды. Татьянаның хаты, Онегиннің хаты, Татьянаның сөзі, Ленскийдің сөз секілді өлеңдерін шығарды. Зәки Ахметов. Жетінші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Оңай әрі қиын сұрақтар кестесін толтыр. Кестенің сол жағына оңай, оң жағына қиын сұрақтарды жаз. Көршіңе дайындаған сұрақтарыңды қой. Оңай сұрақтар мәтін мазмұны бойынша, қиын сұрақтар көршіңнің өзі ойланып жауап беретін сұрақтардан тұруы тиіс. Оңай сұрақтар: Абай қазақ әдебиетінде қандай бағыт әкелді? Абай қазақ әдебиетіне жаңа бағыт әкелді. Қиын сұрақтар: сен Абай сияқты қысқа уақытта өзге тілді меңгере аласың ба? Иә, мен көп ізденсем тез меңгеріп аламын. Осы сияқты оңай және қиын сұрақтарды жазамыз. Бағалау кестесі. Оңай және қиын сұрақтар кестесін толтырады 1 ұпай. Мәтін бойынша қиын сұрақтар құрайды 2 ұпай. 9-шы тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Қажетті сөздерді пайдаланып, сөйлемді жаз. Қажетті сөздер: екі жаққа үңілдім, ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, аздырар адам баласын, досы көппен сыйлас. 1. Жұмысы жоқтың тамағы тоқтық. Қажетті сөзді жазамыз. 2. Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті. Қажетті сөзді жазамыз. 3. Ғылымды іздеп, дүниені көздеп. Қажетті сөздерді жазамыз. 4. Досы жоқпен сырлас. Бағалау кестесі. Қажетті сөздерді пайдаланып сөйлем жазады 3 ұпай. Көп нүктенің орнына сөздерді дұрыс қоя алады 1 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.